Ақылда қоян, ертегі. Ұзын құлақ сұр қоян қашып келіп бұта түбінде бұғып отырған. Бір қу түлкі оның ізіне түсіп, қуып келе жатқан. Ол пәле ақырын аңдып келді де, қоянды тарпа бас салып: «Аха, қолға түстің бе, бәлем?» деді. Сол кезде қоян көкке қарап: Түке, құрыдық, енді екеуміз де өлетін болдық», деп жылап жіберді. «Әй, сен не айтып тұрсың?» деді түлкі. «Ойбай-ау, ана бұлттың арасында екі бүркіт келе жатыр». Бүркіт десе өлерде қорқатын түлкі: «Не дейді мынау?» деп шошып кетті. «Бүркіт келе жатыр дедім ғой, бүркіт», қоян онан сайын еңіреп. Түлкі қайтерін білмей қатты сасып: «Әй, енді не істейміз?» деді қоянға. «Сіз мына тұрған орманға қарай қашыңыз, мен оларды осында айналдыра тұрайын». Түлкі қоянды тастай салып орманға қарай безе жөнелді. Қоян қуанып, секіріп: «Бір ажалдан қалдым-ау!» дейді.